Сәлем достар, бүгін біз кеспе дайындаймыз. Кеспені тамақ пісірген кезде макарон орнына салсаңыз, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бұл қамырдың рецебі менің каналымда бар. Қарап көріңіздер. Мен қамырды осы рецепт бойынша дайындадым. Осылайынан барлық шетін жайып, кішкентай оқтамен жайып шығамыз. Одан кейін үлкейе бастағанда ұзын оқтамен әдемілеп жұқа қылып жайып шығамыз. Менде арнайы кеспеге арналған құрал бар. Осы құралмен кесіп шықтым. Және қамырымыз жұмсақ кезінде кесуі керек. Бұл құралдың орнына біздің қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, пышақпен кессе де болады. Осылайынан барлық кеспелерді кесіп аламыз. Және бір ыдысқа салып, кептіріп аламыз. Кепкен соң оны пакетке салып, мұздатқышта сақтаймыз. Кез келген уақытта тамаққа қолдана беруге болады. Дәмі өте керемет, әрі күшті болады. Кеспе салынған сорпа өте дәмді болады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Отбасыңызды дәмді тағаммен қуантыңыз. Барлығыңыз істеп көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.